Бәріңізге сәлем достар, сіздермен мен бүгін Clasher.kz арнасы. Достар, бүгін мен сұрақ жауап рубрикасына жауаптарды айтатын боламын. Сосын мен айтқан болатын ВК группаға саласыздар, мен постты жіберем деп. Бірақ көбісі YouTube'ға да қойып жатты. Сол сұрақтарға жауап береміз. Сосын неға достар, конкурс неше күннен кейін, бүгін 9 8 күннен кейін бітеді. Неше адам қатысты бізде қатысқан 396 адам бар екен. Сол, жеңімпазды жіберем. Мына жерде Талғат Қуандықов деген өлең жөнін болатын. Өте керемет. Сосын мана естіп отырып жаздым, әйтеуір түсінгенді. Жазып ғой, я хочу футыходей деп. Тыңдаңыздар, өте керемет өлең екен. Білмеймін кім шығарған. Так, бізде пост қайда? Пост қайда? Қаншама неде бар? Қазақ армия. Так, мен жақта бар тұғын, міне, сұрақ жауап рубрикасы неше сұрақ болды? Білмеймін, 30 сұрақ, 30 комментарий бар екен, соның бүкіліне қазір жауап беретін боламыз. Так, бірінші сұрақ Алишан Даумовтан шықты. Клэшті қашан бастадым? Клэш бастаған жылым 1 жыл 3 ай өткен шығар, себебі мен осы 2015-те бастадым. Сол, сұрақ жауап бердім ойлаймын. Жасың нешеде? Жасым 13-те. Сені летсплейшік болға кім әуес қылды? Мен басында YouTube'ға көп кірмейтінмін, сондықтан маған бір группа бар, Нұрсат деген баланың группасы, 4 подписчик бар ойым. Сол, соған видео салған болатын. Нұрсұлтан Хатиев деген жігіт супер гигач қазіргі таңда. Сон видеосын көрдім, сосын сон видеоларын қарап отырдым, сосын мен ютубер болуға бел болдым. Clash of Clans ойынның тематикасын таңдап, сондықтан Let's Play сол әуес қылды. Сен подписчиктеріне гарант болуға барынша тырысасың ба? Мен қазірде гарант болып жүрмін. Көбісі маған ешқа шығады, гарантта болып жүрмін. Бәрі әділді өтеді. Рубрика лайк, бұны түсінбедім. Наурызбек Оңғарбаевтан келіп тұр. Сұрақ, сіздің аккаунтыңызды біреу ұрлап кетсе не істейсіз? Менің аккаунтымды ешкім ұрлай алмайды, себебі менде двухэтапка тұр, двухэтапный аутентификация деген. Соны қойып алыңыздар. Ұрлап алып жатса, бастан үйретуге тырысамыз, нөмірім бар, бүкілі енді мықты хакер болып жатса. Сенің достарың видео түсіретінді білемін. Мен достарым білет, жалпы білет. Clash Supercell компаниясы Play Market'тен және App Store'дан кетіріп тастаса не істейсіз? Қандай көңіл күйде боласың? Болса мен Google'дан скачайте салам ғой. Play Market App Store'дан алыстаса Google не үшін? Google'дан скачайте салам, немесе біреу сайттардан скачайте. Лаура Өтегеновадан кеттір. Саған Let's Play түсіруіне не себеп болды? Жауап бересің деп үміттенемін. Сол айтқан болатын Нұрсұлтан Хатиев супер гигач. Содан соң видеоларын көрдім. Содан сұрадым қандай летсплейшіктер бар. Айтты, Майк Миллер, соларды айтты, орталарды. Содан көрдім, сосын летсплейшік болуға бағыттадым. Сол жауап бердім деп ойлаймын. Шерхан Абдулладан келіп тұр. Қазақ кландары арасында турнир ұйымдастырсай, қасына 1-2 көмекші алып алып, или супер гигачпен келісіп видеолес дегендей жауап бердім. Турнир дегенде мен 13-ші дегенде оғанда айтқан болатын, турнирге қатысасыздар ма деп. Сонда Нұрсик деген жігіт ағамыз айтқан болатын. Сен де ойлап жүрсе, турнир ана-мына боқалмасын деген сияқты. Енді 1000 подписчик болғанда көре жатырмыз, енді ол жағын. Ұйымдастырады ойы бар негізі. Қазір супер гигач енді келіссе көреміз, соны сөзіп. Нұржан Тұрсынов, гарант болған үшін ақы аласыз ба? Қазіргі кезде алмаймын, енді алады алдағы уақытта. Енді көреміз ол жағын. Басқа ойындарға лп түсіретін ойын бар ма? Лп түсіретін дегенде менде Let's Play түсіретін кезде мен енді компьютерімді істетіп алайын. Қазір менде компьютер істемейді, бүкілі Android'тан болып жатыр. Сол басқа ойындарға көреміз енді ол жағын. Менің каналым Clash жайлы ғой. Қазір Clash жайлы ғой. Мына Нұрсұлтан Хатиев қой. Сол жаңағы супер гигач өз сұрақ қойып тұр. Бір қалай жағдай? Жақсы жағдай. Үйде неше ағайынсыңдар, неше баласыңдар? 3 баламыз, ең үлкені тәтем, одан кейін ағам, содан кейін ең кішісі мен. Ютубер екен таныстарын білемін. Үй іші білмей, батиғария тыныш қана түсіресің ғой енді. Достарым білет енді жалпы. Муслим елемес ютуб болғанда кім себепші? Үстіндегі адам Нұрсұлтан Хатиев.
видео түсірген үшін ақша аласың ба? Иә, маған осы Нұрсұлтан Хатияров айтқан болатын, мен айтқан болатын қалай ақша табады деп. Маған айтты, партнерка істеп берді ойдым, иә, істеп берді. Руым кім? Руым Қараман, орта жүз, арғын тайпасынан. Неше жастасың? 13-темін. Айбек Тұрғанбай, видео түсірген үшін ақша аласың ба? Иә, алам. Талғат Қуандықовтан кеп тұр. 2016 жылға шамамен қанша подписчик жоспарлайсың? Шамамен енді аяғында болса 2016 аяғында. Енді тірі болса Алла шүкіршілік етсе 2000-да сондай подписчик болады деп ойлаймын. Енді видео қалай түсіргеніме байланысты ғой, хейтерлер неше жетпесе болды. Турнир ұйымдастыру, клэштің сообщение кеп тұр, войска готовы к бою деп. Турнир ұйымдастыру ойда бар ма? Бар. Жалпы ютубта Макс, Лук, Аурум, КХГ, Ташерка дегендерден баса клэш туралы видео түсіретін кімдер тайсын? Максимусты тайтынды білем, идеясын арла бердің ғой. Иә, енді Россиядан ба? Ресейден мен кімді білем? Тёмычты білем, сосын Химик Channel'ды білем, содан кейін Four Clash Strong, содан кейін Рейбл бар, қаншама жетеді, бірақ кейде көремін ютубқа қазақ өстіресіктен деген сияқты. Ердана Жұмабек, ютубта қанша уақыт болдың, қашан бастадың, бұйыртса қашан ютубтан ақша тауып көрмексің? Ақша тауып жоқ қой қазіргі уақытта да. Қанша уақыт болды? Канал ашқаныма, каналды мен сентябрьдің аяғына қалай аштым, иә? Ашық қойдым, сосын октябрьдан бастап түсіре бастадым. Ашық қойын себебім занимать етіп қоясың ғой атын. Ютубке қашан бастадың, бұйыртса қашан ютубтың? Жауап бердің ғой. Мистер Рейзер, көшті қашан бастадың? Бір жыл 3 ай бұрын, жасым 13-те. Брат, неге басқа ойын түсірмейсің? Басқа ойын дегенде компьютер алғанда көреміз енді. Ол жағын кішкене клэшпен дами тұрайық та. Клэш енді өзіміздің тематикамыз, ол группамыз, сол онтынан клэшті түсіре береміз. Мұхаммед Али Полат, басқа ойындар ойнайсың ба? Иә, ойнайым. Соткада Counter-Strike'қа ұқсайтын ойын бар, Critical Strike Portable деген. Онда, группамыз бар, орыстар да бар ішінде, орыстармен дуэл, КВ деген сияқты болады, соны ойнайым. Еще көреміз енді, мың подписчик болса сол ойынға да Let's Play чөчен, бірақ мен клэшінмін ғой. Көреміз, оған кешеміз. Атым, фамилияң кім? Атым Рамзат, фамилиям Қасқырбай. Амир Әлим, кланның аты GGG, атын не деп тұрады клэште? Вико деп тұрады. Кланда кімсің? Главамын. Клэште қанша жасынан ойнай бастадым? 12 шығар, иә, сол 1 жыл өтті. Енді бұл группа клэш... бұл басқа жоқ сұрақ емес. Надир Сайдулладан кеп тұр. Бак, бонус, дев, тағы басқа осындай сөздерге словар шығарса көбісі түсінбей жатыр. Бак деген ойынның кемшіліктері, минустары бүкілдер білет шығар олың, иә. Бонус деген кәдімгі добыча, мысалы қосалқы ақша дейді ғой бонус деген. Дев деген защита олар, пушка, мортира, сосын башня лучниц, башня колуна деген сияқты сөздер ғой. Тек қана клэшті түсіресіз бе, басқа ойындар көп, сізде стрим түсіршіш, тағы канал ашып дегендей. Стрим деген прямой эфир ғой, сен шатастырған шығасың, кәдімгі Let's Play мен, иә. Стримден менде әрі ерте ұқсатқы мен стрим түсіруге болады ма, білмеймін, менде Android 4 қой. Көшті түсірем, иә, тағы канал ашы, енді көреміз ол жағын. Нұрхан Әлімқолов, қазақ кландар арасында дуэлді қалай жасаймыз? Менің өзімде кланым бар, 5-ші ур. Қалай басайсың? Бір уақытты басайсың, сосын прокачка бірдей болу керек, сосын состав бірдей болу керек, мысалы 2 TH9 деген сияқты, мысалы 10-ға 15-10-ге шығу керек. Скайппен деген жақсы. Мен видео түсірім ғой, соны арнай. Енді бітті өлме, бітті. Енді ютубке кірейік. Ютубтегі сұрақтарға. 578 подписчик болыпты, керемет жалпы. Сұрақтарға келейік. Көшті мистер Брейзер, манасың өтін, иә, сұрақ қойдың. Казгеймер канал. Салам, ТХ9 өстірішкаларымды көрсетші КВ-дағы. КВ-дағы ма? Енді ол жағын. Енді қазір баланс меша еттіруі, ТХ10 фул шығады. КВ-да трешка бұл жаты, сан Let's Play түсірімға сұсын жіберем, если чо. Рамзат, қазақтардың видео түсіргені бір түрлі екен, ахахах.
ештеңе күлкілі көріп тұрған жоқпын бұл жерде. Неше ай клэшті ойнағанына ай емес, 1 жыл 3 ай. Бұл тұрдым ғой мен. Нұрхан Әлімқұлов деген анасы ғой, сен қалай дуэл бастайды деген, иә. Димо кезет чистештікті қандай жерге қоюға болады және қай бағытқа қаратқан дұрыс, базаның ішіне ме әлде сыртына ма? Бірінші воздушканы ортаға кіргіздіріп алсын. Чистештікті егер сені мысалы ТХ9 болса, екі чистештікті қарама қарсы қойсай, анау анжақтыкін қорғап отырады, анау анжақтыкін қорғап отырады да, зато керемет. Немесе мен базамды копировать етіп ал, скриншот тұр ғой домашнийда. Қашығасын 13-темін, тағы не затқа видео саласын, көреміз ол жағын. Кланға тіркейсін, бар ратуша 11 келіп атыр, база ТХ10 ТХ10-дан кім отказаться береді. Иә, достар, сонымен біз рубрикамыздың соңына келдік. Сұрақтарға жауап бердім деп ойлаймын. Бүкіл сұрақтарға ВК-дан сұрап отырады, менде ВК-ның қалай деген. Группаға кірсеңіз бұлай шығады, арамызда Қысқыбаев деп көре аласыздар. Ал сіздермен бүгін болған мен Clash.kz анасы. Видео ұнаса лайк басыңыздар, сұрақтарды енді келесі рубриканы 1000 подписчикпен достайтын шығармын. Көреміз енді, Алла амандығын қаласа. Сонда сұрақтарыңызды қойыңыздар, белсенді болып. Ал амандықта жүздескенше достар, сау, саламат болыңыздар.